Мында не болып жатқанын кім түсіндіріп бере алады? Духовкада пісіп жатқан уже өлі балық неге бұлай қимылдап жатыр? Ал мынау ше? Springing to life and jumping off the table at a restaurant. Мына балық қой мейлі өтірік болып көрініп тұрған жоқ, бірақ мынау точно өтірік дерістер. Алайда жоқ, бұл шын. Шынымен де уже пісіп дайын тұрған құрбақа, я мынау құрбақа осылай типа қашып кетпекші болған. Бұл не болды сонда? Біз жеп жүрген тамақтар шынымен де жеуге бола ма өзі? Сәлем, сіздермен Диана Кю. Осы роликтен соң жеп жүрген тағамдарыңызға басқаша қарайтын боласыздар. Индияның жиіркенішті тамақтарын біз күнде жеп жүрміз. Бір бургерден 1000 адам уланды. Таня Кусь неге осындай тамақтарды жеуге құмар, және ол шынымен де тұтқында отыр ма? Колбаса шынымен де бәрі айтып жүргендей зиян ба? Ескерту, бұл роликті тамақ жемей көріңіздер. Так, мына балық пен құрбақаны түсіндіріп кетейін. Точно анық емес, бірақ көбісінің болжауы бойынша, егер тіпті өлі тұрған балық немесе құрбақаның именно нерв жүйесіне тұз тигізсе, осындай реакция береді екен. Бірақ бұл жай ғана болжау. Сенесіздер ме, жоқ па, сіздердің қалауларыңыз. Кімнің үйінде осындай пластикалық тақта бар? Мейлі пластика болмаса да ағаш тақта бәріміздің үйімізде точно табылады, я. Сіздерге айтайын, біз күнде үйдегі тақталарымызды жаймен жеп бітіріп жатырмыз. Ол қалай болды сонда деп түсінбей тұрсыздар ма? Қазір бәрін айтып беремін. Тамақпен бірге күнде асқазанымызға түсетіндер олар микропластикалар. Сонда біз тамақ жасау үшін тақтаның үстінде ет болсын, пияз болсын бәрін тураймыз, я. Тураған сайын тақтадан микропластикалар бөліне береді де, қазанға салғанда олар да бірге түседі. Бірақ ол көзге көрінбейді. Сол үшін де олар микропластика. Оған дәлел мына видео. Бір жігіт наггетсі сатып алып, оны үйіне әкеп микроскоппен көрген еді. Шынымен де майда көзге көрінбейтін пластикалар көп болып тұр. Пластиканың бір жаманы, ол асқазанға түсіп қана қоймай, қанға да өтіп кетеді екен. Ал енді ағаш тақталарға келсек, ағаш тақтаның үстінен пышақпен әрдеңені тураған сайын, одан да майда ағаш бөліктері қазанымызға, кейін біздің асқазанымызға түседі. Алайда ағаш пластика сияқты қауіпті емес. Ағаштың көзге көрінбейтін микро бөліктері асқазанға түссе, беймарал қорытылып кете береді. Кейін бір жерімізден шығып кетеді. Сол үшін енді тек ағаш тақта ғана аламыз. Ох, фастфуд, пицца, фри, бургер, хот-дог, чикен дегендерді жақсы көрмеймін дегендер бар ма? Әрине жоқ, я. Ондай адамдар бар болса да өте аз. Мен өзім де жақсы көремін. Тиктоктан да көрген боларсыздар, анда-санда осылай әсемегер салып тұратыным бар. Әлемде фастфудты бәрі жақсы көреді. Бірақ олардың барлығы өтірік тамақтар десем, сенесіздер ме? Иә, олар өтірік. Мен сонда не жеп жүрмін деп паника жасауға асықпаңыздар. Оларды жасайтын продуктылар шын, алайда олардың дәмі өтірік. Негізі барлығы емес, бірақ көп біз фастфуд жеп жүрген компанияларға бәрібір. Не болса да, не қоса да адамдарға барынша көп тамақтарын сатса болды. Барлық сіз дәмді деп жеп жүргендеріңіз олар добавкалар, приправалар. Иісі аппетитті ашып, мұрынды жару үшін, дәмі керемет болып тұру үшін небір қоспалар қосылады. Үйінде бургер немесе пицца істеп көргендер бар ма? Байқасаңыздар, олардың дәмі ешқашан кафедегідей болмайды, я. Өйткені олар қосатын добавкаларды сіздер қоспайсыздар, және білмейсіздер де не қосатынын. Бекерден бекер фастфуд зиян деп айтылмайды. Мүлде жемей қойыңыздар демеймін, бірақ көп болып кетпесін. Айтқандай, мына ролигімде коланың бар зиянын айтып едім. Әрине көп ішпеңіздер деп те айттым. Енді мен мына әсемегер видеоларымды салғанда адамдар не жазған білесіздер ме? Диана, сен неге кола ішіп жатырсың? Ішпе деп айтып едім ғой дейді. Жандарым ау, кола зиян, я, оны жоққа шығармаймын. Бірақ мен кола мүлде ішпеймін демедім ғой. Сіздерге де олай айтпадым. Тек көп ішіп кетпесек болды. Айына 1-2 рет жеткілікті деп ойлаймын. Бірақ өздеріңіз білесіздер ғой, әрине. Фастфудтан алыс кетпей тағы да бір сұмдықты айта кетейін. Әрі компаниялар сатсам болды деп білген жасайды деген сөзіме дәлел болады. 1993 жыл. Мыңдаған адамдар бір күннің ішінде отравлениемен больницаға түсіп қалады. Олардың арасынан 6 адам қайтыс болды. Оған себеп тек бір бургер. Америкадағы Jack in the Box фастфуд рестораны.
Олар жасаған бургердің котлетінен 0157 атты қауіпті бактерия шықты. Ол бактериядан әсіресе балалар қайтыс болған екен. 0157 бактериясымен уланған фарштар Jack in the Box ресторанына тап болады. Бірақ поварлар оны толықтай бір жерін қалдырмай қуырғанда бактерия өліп кетер еді. Алайда именно сол күні барлығы ерінді ме, бүкіл бургердің котлеттерін шикі қуырып еді. 0157 бактериясы өлмей қалып кетті. Кафеге келген адамдар айтқан екен: "Ай, котлеттерінің дәмі біртүрлі ғой, толық пісірмегенсіңдер ау" деп. Бірақ повар да, администраторлары да ешқайсысы қыстырмаған. "Әй, бір рет толық қуырмасақ не болыпты, дым да болмайды" деп ойлап еді. Дым да емес, 1000 болды. Мыңдаған адамдар уланып қалып, оның ішінде 6-ы қайтыс болды. Оның көбісі балалар. Jack in the Box компаниясы бірақ үндемей қалмады. Жәбір көрген отбасыларға ақшалай көмек беріп шықты. Бірақ қанша ақша берсе де қайтыс болған 6 адамды қайтара алмайды ғой, дұрыс па? Осы жағдайлардан соң компания банкрот болып, жабылуына сәл ғана қалып еді, бірақ өз-өздерін ямадан алып шықты. Jack in the Box әлі күнге дейін жұмысын жалғастырып жатыр. Мынау соның рекламасы. Hope to see you soon. Біз ішіп жүрген судың жасы бар екенін білесіздер ме? Кімнің жасы неште? Мысалы, менің жасым 24-те. Ал біз ішіп жүрген судың жасы 1000-да емес, миллионда емес, 4 миллиардта екенін білесіздер ме? Тек ішіп жүргеніміз ғана емес, арықтағы болсын, океандағы болсын, шомылатын су, ыдыс жуатын су барлығы. Яғни планета пайда болғандағы суды әлі қолданып келе жатырмыз. Қазір су ішіп отырған болсаңыз, дәл сол су алдын динозавр ішкен су болуы мүмкін. Планетадағы барлық су қайда жоқ болып кетпейді. Су бу болып аспанға ұшып, қайттан жаңбыр болып жерге түсе береді. Біз далаға шашып төгіп жіберетін суда кейін бізге таза ішетін су болып оралады. Яғни бір суды айналып келіп қолдана береміз. Ешқашан жаңа су пайда болмайды, космостан или басқа жерден бізге свежий су келіп құйылмайды. Тек біз ішетін су фильтрмен тазаланатыны болмаса, сенгілеріңіз келе ме, жоқ па маңызды емес, бірақ бұл факт. Тағы да сол Америка. Барлық балалардың любимый жері Chuck E. Cheese фастфуд рестораны. Басқа кафелерден ерекшелігі тек пицца, бургерден бөлек осындай анимациялық роботтар да бар. Оның қорқынышты болып тұрғаны бөлек әңгіме ғой. Бірақ біз олар жайлы емес, бұл жердің пиццасы жайлы айтамыз. Так, ойланып көріңіздерші. Мына пиццалардан бірдеңе байқап жатырсыздар ма? Бұл пиццалар жайлы сұмдық теория бар. Ол теория бойынша адамдардан қалған, яғни адамдар жемей тастап кеткен пиццаларды алып, бір-біріне жабыстырып, қайттан адамдарға сата береді екен. Шынымен мына фотоларға қарасаңыздаршы, толық бір пиццаны кескенге ұқсамайды ғой. Әр бөліктің формасы, размері әртүрлі болып тұр. Әлі онша ештеңе байқамай тұрған болсаңыздар, мынау біздегі пицца. Барлық жағы ровно болып тұр. Кәдімгі бір толық пиццаның кесілгені көрініп тұр. Бірақ мыналар ше, осы теорияны анықтау үшін американдық блогерлердің бірі өзі барып тексеріп көруді жөн санайды. Сөйтсе, иә, тағы да ешқандай бөлігі сай келіп тұрған жоқ. Бұны қойшы мақұл, өзі солай болып қалды дерлік. Блогер сол пиццаны алып, үйіне алып келіп, оны аударғанда, піскен, қызарған жерлері бір-бірімен сай келмей тұрды. Сонда шынымен де адамдардан қалған пицца бөліктерінен жаңа пицца жасап шығарама? Бұл бірнеше жыл бұрын пайда болған теория еді, әлі күнге дейін теория күйінде қалып кетті. Ешкім ештеңені анықтай алмады. Chuck E. Cheese де қазір бар ма, жоқ па білмедім, бірақ менде бір болжам бар. Пицца басқалардан ерекше әрі дәмді көрінсін деп, пицца піскен соң оны бөліктерге бөліп, кейін сол бөліктердің орындарын ауыстырып шыққан болуы да мүмкін. Өйткені вряд ли олай нагло басқалардан қалғанын қосып пицца жасай салады. Себебі мен өзім студент кезімде бірнеше фастфуд кафелерінде жұмыс жасағанмын. Ешқашан олай біреуден қалған пиццаны басқаға бермек түгілі, тіпті жұмысшыларға да жегізбеген. Сразу тастайтын едік. Ал сіздерде қандай теория бар? Так, ойбай, колбаса жемеңдер, ол зиян деген сөзі әсіресе үлкендерден көп естеміз, иә? Шынымен де прям барлық колбаса зиян ба сонда? Давайте зерттейік. Мына видеоға қарасаңыздар, колбаса жасау үшін өңшем сүйектерді қолданып жатыр. Барлық жерге таралып жатқан видеода осы. Содан кейін адамдар ойбай, колбаса жеуге болмайды деп жүр. Өкінішке орай, иә. Шынымен де колбаса жасау үшін өңшем қалдық сүйектерді қолданатын заводтар бар. Бірақ оны жемеу үшін жай ғана арзан колбаса алмау керек болды.
арзан колбаса сосискалардың почти барлығы солай жасалады. Ал енді мына видеоға өтейік. Осыны көріп те адамдар шулап жүр. Біз жеп жүрген колбасаға шошқаның еті мен кожасын қосады екен, айбөй жемеңдір деп. Жандарым-ау, бұлар ветчина жасайтын фабрика ғой. Ал ветчина деген ол шошқаның колбасасы. Енді шошқаның колбасасына қойдың немесе сиырдың етін қосып отырмайтын шығар. Колбасаны аларда өзі жазылып тұрады, ветчина деп. Өздеріңіз де білесіздер, шошқаны орыстар жақсы жейді. Сол үшін де шошқадан колбаса жасайтындар да көп. Бірақ біз жеп жүрген қазақша колбасаларға шошқаны жолатпайды да. Вареный колбасаларға желатин қосатыны болмаса, ал желатинге енді шынымен де күдіктенсек болады. Оны көбінесе шошқаның кожасынан жасайды. Так, колбаса жегім келеді десеңіздер, просто қымбатын аласыздар. Болды. Мысалы, мынау қымбат колбасаның фабрикасы. Олар кәдімгідей еттен, фарштан жасап шығарады. Ешқандай да сүйек немесе шошқаны қоспайды. Ең маңыздысына өтпей тұрып, бірінші Индияның көше тамақтарына просто без комментариев қараңыздаршы. Олар бір хайп үшін түсірілген видеолар емес. Шынымен де Индияның көше тамақтары осындай. Оларға бұл жаман көрінбейді, өйткені үйреніп қалған. Креатив пен фантазиялар ұрып тұр ғой. Ойына не келсе соны жасап кете береді. Көріп алыңыздар, тамақтарыңызды қолтықтарыңызға бір тегізіп алсаңыздар, ерекше дәмді болады екен. Бұл индиялықтардың кеңесі. Бірақ әрине исключение де бар. Мысалы, мұнда уже жаңағыларға қарағанда таза жерде дайындап жатыр. Қызық нәрсе айта кетейін, статистика бойынша Индияда Google-дан ең көп ізделінген сұрақ: неге ішім ауырады деген екен. Мыналардан соң неге екенін түсіндіріп отырудың қажеті жоқ қой, дұрыс па? Так, не үшін? Неге бұлай жиіркенішті етіп дайындайды да, және басқалар не үшін бұны сатып алады? Статистика бойынша Индияда ең аз айлық берілетін мемлекеттердің бірі екен. Тіпті бізден де аз. Ең көп дегені 60 000 теңге айлық екен. Сол үшін адамдар амал жоқ, көшенің осындай арзан тамақтарын жеуге тура келеді екен. Бірақ бұл өтірік сылтау болып тұр ғой, дұрыс па? Кейде екенмін деп шашылып, осылай отыра беруге болады деген сөз емес қой. Так, ең сұмдығына өтейік. Мына дайындап жатқандарын біз күнде жеп жүргенімізді білесіздер ме? Тіпті Индияда болмасаңыздар да. Мысалы, біз мороженое жеп жүрген рожкелерді осылай жасайды. Бізде мороженейді берерде рожкиді салфеткаға орап берген қайтейік. Одан алдын Индияда оларды кір-кір қолдарымен миллион рет ұстап тастаған болса. Магазиндегі арзан лапшалар да сондай. Индияның сұлу келіншектері микробқа толы қолдарымен ұстап пакетке салып береді. Ал соқтарды осылай жасайды. Аяқтармен басып. Қазақстанға келмейді деп 100%-ға сенімді бола алмайсыздар. Өйткені олар өте арзан болғандықтан қаншама ел өздеріне алдыртады. Сол үшін упаковкадағы жазуларға қарап алыңыздар. Таня Кош жайлы тиктокта бір айтып едім. Қазір оны бәрі не ұрланып тұтқындап отыр дейді, не болмаса оны күйеуі осы жиіркенішті тамақтарды зорлап жегізіп отыр дейді. Ең алдымен Таня Коштың өзінен бастайық. Білмейтін адам жоқ шығар, бірақ сонда да айта кетейін. Таня Кош қазір тиктоктағы ең атақты мукбангер болып келе жатыр. Бірақ оның жейтін заттары осындай біртүрлі біз жемейтін жиіркенішті нәрселер. Әрине бұл тек теория, бірақ Таня Коштың видеоларынан байқасаңыздар болады. Бұл тамақты кішкентай кезінде әжем жегізетін. Әжем мына тамақты пайдалы деп жегізетін деп көп айтады. Бабушка заставила деп те көп айтқан. Соған қарағанда оның балалық шағы өте ауыр өткен деп ойлаймын. Біріншіден ата-анасымен емес, әжесімен тұрған, ал әжесі болса пайдалы деп осындай тамақтарды жегізе берген. Кішкентай кезімізден жеп өскен нәрсемізді бәріміз жақсы көреміз ғой, дұрыс па? Мен мысалы кішкентайымнан сорпаны қатты жақсы көретінмін, әлі де сондаймын. Сұйық тамақ істей беріп күйеуімнің жынына тиіп жүргенім бар енді. Сол үшін балалық шақтарыңыз нормальный, дәмді тамақтармен өткен болса, мамаларыңызға рахмет деп қойыңыздар. Ал енді Таня Кош шынымен де тұтқында ма? Соны талқылайық. Негізі тиктогымда айтып едім, Таня Кош ешқандай да тұтқында емес. Оған дәлел мына эфирі. Очень много ложной информации. Люди монтируют видео, что я якобы в заложниках. Я хочу сказать, что это неправда. Никто меня не держит, со мной все в порядке. Шынымен де адамдар сұмдық монтаж жасап таратып жатыр ғой. Өзім таңқаламын же. Просто тамаққа келгенде фокусы басқаша адам ретінде қараңыздар болды. Хейт жазып оны жек көріп жүрмеңіздер. Оның басынан не өткенін ешқайсыңыз білмейсіздер. Бұл роликті ештеңе жемей көрдіңіздер деген үміттемін. Бірдеңе жеп ұшынып қалсаңыздар, онда өздеріңізден көріңіздер. Мен басында ескерттім. Видео қызық болды десеңіздер, каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Кю. Келесі роликте кездескенше.